барлығымыз орнымыздан тұрамыз да келіп қағаздан аламыз. Бастаймыз Айсұлудан, қандай мақал екенін Айсұлу айтады. Қандай мақал екенін. Мақалды оқиды әркім өзінікін. Мақал жайында не түсінді, мағынасын өз түсінгені бойынша айтып беруге тырысады. Және де берілген сан бойынша өзінің тобына барады. Осылай топқа бөлінеміз. Жақсы ма? Оқи ғой, дауысын шығар. Шақырылмаған қонақ сыпырылмаған жерге отырады. Аха, қандай мағынасы деп ойлайсың ол мақалдың? Егер қонақты шақырмаса, ол келіп алса, яғни оны дұрыс күтпейді, яғни оны шақырған жоқ, иә? Жақсы. Басқа сыйлы қонақтар сияқты қарамайды. Сізде екі деген. Екі мұнда отырамыз. Келесі. Келгенше қонақ ұялар. Келгеннен соң үй иесі ұялар дейді. Қалай түсінеміз? Яғни сендер бір жерге қонаққа барарда не апарам, не киіп барам деп бойындайсыңдар, иә? Одан барып алғаннан кейін, ана сендерді күтіп отырған үйдің иесі мына қонағыма қалай күтем, қалай қонақжайлық жасайды деп уже анау кісілер ыңғайсызданады, иә? Мен осы жайын айтқан екен. Сенде үш деген мына жерге отыра қой. Қонақ қонған жеріне ауыр, тас түскен жеріне ауыр. Қонақ қай үйге келсе, ол үйге кішкене біраз әурешілік болады деген мағынада ғой, өйткені сен жай күннен қарағанда, мысалы бүгін кешке үйіңе бір қонақ келіп қалса, сен бұрынғы өзің жоспарлағандай мысалы кешкі асты істемейсің, қонақтар келгеннен кейін кішкене сыйлы, жақсы тамақ істеуге кішкене әуреленесің, иә? Сондай мағынада. Жақсы отыра ғой, неше? 3 мына жақта. Әйелдің әдептілігі қонақ күтуінде. Қонақ келген кезде көбінде ол жұмыстай қонақ барады. Әйел адамдар аттанады, иә? Әйел адамдар. Мына біздің сыныптағы қыз балаларында қазір ертең үйде үй шаруаларын істейсіңдер, иә? Аналарың үйретеді, оны не үшін үйретеді? Ертең өскенде оның барлығын білу үшін, иә? Қонақ келген кезде әйел адамдар зыр жүгіріп, жаңағы шайын құйып беріп, тамағын құйып беріп, әдемілеп жақсылап күтіп жіберуі әйел адамның тәрбиесінде екен. Жақсы. Біріншіге отыра ғой. Қонақтан аяғанын шайтанға бұйырады. Қонақтан аяғанын шайтанға бұйырады. Ол яғни адам қонаққа жақсы нәрсе беруге тырысу керек. Ал одан аяғанын ол шайтанға береді. Яғни оның ертеңгі пайдасы дұрыс. Мысалы сен магазиннен торт сатып алып келдің, үйіңе кешке жейін деп, қалайында тұрды, бір қонақ келіп қалған кезде, ана тортты салуға салғым келмей қалады. Өйткені мен өзіме сатып алдым, мен өзім жеймін. Мен өзім қанша 2 теңге жіберіп, қазір мына қонаққа салсам, ол жеп кетеді ғой деп, бұндай арам нәрсемен ойлаған нәрсе берекеті болмайды деген мағынада, иә, кейін сондай. Сізде бір мына жақта тұра ғой. Міне балалар осылай міне топқа бөлініп, бұл бізде бірінші топ, бұл бізде екінші топ, бұл бізде үшінші топ. Мақалдарды оқып біз 3 топқа бөліндік. Және мақалдарды оқыдыңдар, қандай тақырыптар мақалдар екенін арнасын аштыңдар. Енді бүгінгі сабақтың тақырыбын болжайық, иә? Сонда бүгінгі сабақтың тақырыбы қалай болады деп ойлайсыңдар? Қонақ жайлылық туралы, иә? Яғни қазақ халқының ата дәстүрі туралы, иә? Жақсы, жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттарымен таныс болыңдар. Оқу мақсаттары мәтіннің аталуын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы көтерілген мәселені болжау және де үстелдің мағыналық түрлерін ажырату бүгінгі бізде сабағымыздың мақсаттары. Олай болса, өткен сабақтар біз білесіңдер етіс туралы өттік. Етіс бізде 4 мағынасы бойынша 4-ке бөлінеді, иә? Соның ішінде өздік етіс дегеніміз немене балалар кім біледі? Өздік етіс кім айтады? Өздік етіс дегеніміз іс әрекетті өзі істейді, яғни бір адам істейді, иә?
Жақсы, өзге де етістегеніміз іс-әрекеттің басқа адам арқылы, өзге адам арқылы істелуі іс-әрекеттің. Жақсы, ортақ етістегеніміз ортақ етістегеніміз. Ортақ. Іс-әрекеттің көп адамның, бірнеше адамның топпен жасалуы іс-әрекеттің. Жақсы, және де ырықсыз етістегеніміз кім істегені? Белгісіз, белгісіз іс-әрекет жасалынады, яғни өздігінен жасалынады, оның кім істегені көрсетілмейді, белгісіз болады. Жақсы, бұл бізде етіс бойынша. Олай болса, қазір мен сендерге бір мәтін оқып беремін. Мәтін осы қонақжайлық жайында. Осы мәтінге атау қоясыңдар, және де ары қарай өз ойларымен жалғастырасыңдар. Түсінікті ме? Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Қазақ халқының бойындағы кеңдік пен дархандық, жомарттық қасиеттер елден ерекше қонақжайлық дәстүрінен айқын көрінеді. Қонаққа лайықты құрмет көрсету, қабақ шықпай қарсы алып, үйдегі барын дастарханға қойып күту ежелден қалыптасқан дәстүр. Бұл тұрғыда қонақты құдайындай күту әр шаңырақтың парызы саналады. Қонақжайлық қазақтардың ежелгі қасиеті. Бұл жөнінде 19 ғасырдың аяқ кезінде Ресей зерттеушісі Виктор фон Герн былай деп жазған болатын. Жалпы алғанда қазақтар осы уақытқа дейін жылы жүзділігімен, қайырымдылық ақкөңілділігімен және қонақжайлық қасиетімен таңғалдырды. Бұның өзі олардың сүйегіне ежелден сіңіп кеткен керемет асыл қасиет деген екен орыс зерттеушісі. Жақсы, міне балалар, оқыдық. Осы мәтінге қандай ат қоя аласыңдар? Қазақ дәстүрі дейді. Дастархан дейді, оның ешқандай. Қазақстан қонақжайлық, тағы да қандай? Ата дәстүр. Дастарханы ет. Қазақтың дәстүрі. Жақсы, осының ішінен ең мағынасына сәйкес келетіні жаңағы Айсұлу иманшысы және де инсана бину айтқандай қонақжайлық, ата дәстүр және де қонақжайлық деген тақырыпты қойғанымыз мағыналық жағынан сәйкес келеді. Солай ма? Жақсы, енді осы мәтінді тыңдадыңдар. Осы мәтінден ары қарай қазір жалғастырып, өздерің осы тақырып жайында, тақырыпты ары қарай өрбітіп, өздерің жалғастырып жазасыңдар. 5-6 сөйлем. Осы қонақжайлық жайында. Тақырыбын анықталды, қонақжайлық немесе ата дәстүрі. Осы менен жаңа оқыған мәтіннің бойынша соны негізге алып, ары қарай жалғастырып жазамыз. Тапсырманы орындаймыз. Топпен орындаймыз. Аяқтаймыз берілген тапсырманы. Жаңа оқылған мәтін бойынша әр топ өз ойын ары қарай жалғастырып жазу керек болды. Бірінші топтан бастаймыз. Кім оқиды? Аружан, оқи қой. Қазақстан қонақжайлығы. Қонақтары жақсы күтіп алу, қонақтарға арналған тағамдар жасау. Қазақ халқы әрдайым қонақ келген соң оларды жақсы күтеді. Әйелдер бір-біріне көмек беріп, үй жинақ қонақтарды қарсы алады. Жақсы, рахмет. Екінші топтан. Айсұлу. Қазақ халқы өте қонақжайлылар. Олар қонақжайлығымен танымал. Қазақ халқы қонақжайлығын сәлемдерімен, тағаммен білдіреді. Қонақтардың 3 атауы бар. Арнайы қонақ, құдайы қонақ, қыдырма қонақ. Арнайы қонақ, арнайы шақырылған қонақ. Құдайы қонақ, алыстан келе жатқан қонақ. Қыдырма қонақ, тамаққа келеді. Тамаққа келеді. Жақсы. Бөліп жазыпты. Үшінші топта. Қонақжайлық. Қазақтың арасындағы салт дәстүрлері өте көп. Халқымызда әр адам үй дастархан жайып, танысын танымасын қонақжайлық танытатын әдет қалыптасқан. Қазақ халқында қонаққа қабақ киіп қарауға болмайды. Жақсы, рахмет. Жарайсыңдар балалар. Мен қазір мына қолымдағы қағаз тапсырмаларды сіздерге беремін. Бұл жерде 2-ші, 3-ші және 4-ші тапсырмалар
берілген. Осылар бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Балалар, сендерге берілген екінші тапсырмада жаңағы таратпа қағазда кесте бойынша құттықтаулар берілген. Әр мерекеге байланысты. Және қазір сол құттықтаулар қай жерде не үшін айтылатынын анықтап бөліп жазасыңдар. Түсінікті ме? Жақсы, орындаймыз тапсырманы. Жақсы балалар, екінші тапсырманы орындап болсақ, тексереміз. Үшінші топтан бастайық. Қадамы құтты болсын. Бұл тұсаукесер бауы берік болсын. Бала дүниеге келгенде айтылатын сөз. Жолың ашық болсын. Жолға шыққанда, ертеңгі шыққанда ақ-жол тілеп шығарады. Жақсы, үшінші топтың тапсырмасының жауабын, яғни қалған екі топ бағалайық. Қаншалықты дұрыс жауап берді, соншалықты шапалақ соғайық, иә? Қаншалықты дұрыс жауап берді? Жақсы. Екінші топ. Қадамы құтты болсын. Баланың тұсауын кескенде бауы берік болсын. Жаңа туылған бала жолың ашық болсын. Бір ауыз жолға шыққанда. Қаншалықты дұрыс жауап берді, шапалақпен? Бірінші топ. Берген тілектер қандай салт-дәстүрлерге байланысты айтылғанын анықтаңдар. Қадамы құтты болсын, тұсау кесу, бауы берік болсын, жаңа нәресте туылғанда, жолың ашық болсын, жасаған ісің жемісті болсын. Жақсы, қабылдауға болады. Жақсы, енді екінші тапсырма. Екінші тапсырма балалар оқу мақсатында екі мақсат болды. Соның екіншісі үстеудің мағыналық түрлері деген болды. Үстеу дегеніміз балалар бізде тыңдап отырамыз, іс-әрекеттің түрлі белгілерін, яғни іс-әрекеттің амалын, тәсілін, сипатын, жай-күйін, мекенін, мезгілін, себебін, мақсатын білдіретін сөз табы үстеу. Ол үстеу өз ішінде жетіге бөлінеді. Олар атап айтатын болсақ, мезгіл үстеу, кеше, бүгін деген. Мекен үстеу жоғары, төмен, сын қимыл үстеуі ақырын, баяу, мөлшер үстеуі біраз, едәуір, күшейткіш үстеуі әбден, тым, өте, мақсат үстеуі әдейі, жорта, себеп салдар үстеуі босқа, бекерге деген сияқты сөздер мысалы. Енді сендерде кітапты ашамыз, кітапта барлық сұрақтары берілген. 151-ші бетті ашамыз, үстеу туралы тілдік бағдарда берілген. Қандай сұрақтарға жауап береді екен? Жақсы, енді балалар, мен сендерге қазір осы бойынша тапсырма беремін. Екінші тапсырмада осы ережеге қарап отырамыз. Екінші тапсырмада үстеуге байланысты сөздер берілген. Және де астында кесте берілген. Көрдік қой, ә? Әр кестенің әр бағанда сұрақтар берілген. Қандай сұрақтар? Қайда, қашан және қалай деген үш сұрақ берілген. Үстеудің үш сұрағы. Және де соған сөздер берілген. Сол сөздерді қай сұраққа жауап береді, соны сәйкестендіріп, сол бағанда толтырып жазамыз. Түсінікті ме? Жақсы, тапсырманы орындаймыз. Тапсырманы орындап болсақ, орындаймыз. Енді екінші топтан бастайық. Екінші топта кім тапсырманы оқиды? Дария оқи қой. Қайда? Арыста, осында, сыртта, үйде. Қашан? Бүгін, кеше, бағана, ертең. Қалай? Қазақша, шапшан, шалқасынан, бірте-бірте, ақырын. Жақсы. Бағалаймыз жаңағы сияқты. Енді бірінші топ кім оқиды? Аяулым. Аяулым оқи қой. Қайда, сыртта, осында, артта, ірге. Қашан, бағана, ертең, бүгін. Қалай? Шалқасынан, бірте-бірте, ақырын, шапшан, қазақша. Жақсы, баға береміз. Қайда, артта,
қараймыз. Сол таратпа қағазда берілген 4-ші тапсырма. Бұл жерде берілген тапсырма берілген үстеулерді орфографиялық нормаға сай жазып, мағыналық түрде ажыратамыз. Яғни, сендерде берілген үстеулер қате жазылған. Орфография дегеніміз білеміз, сөздің дұрыс жазылуы, дұрыс жазылуы. Яғни берілген қате сөздерді дұрыстап жазамыз, және де үстеудің қай түріне жататынын анықтаймыз. Бағана үстеудің 7 түрі бар деп айттық, иә? Соның қай түріне мағыналық түрін ажыратамыз. Тапсырма түсінікті ме? Жақсы, орындаймыз. Жақсы балалар, тапсырманы аяқтасақ, жауаптарды тыңдайық, бірінші топтан бастаймыз. Ала жаздай, мезгіл, таңертең, мезгіл, қысы жазы мезгіл, бүгін мезгіл, күні бойы мезгіл, жазы күні мезгіл. Ілгері кейін екен, тұс-тұстан мекен, алды-арты мекен, төмен мекен, емін еркін, сын қимыл. Сын қимыл үстеу, иә? Жақсы. Қалған екі топ, баға берейік істеген тапсырмаға. Шынайы баға береміз, егер қателері болса, кішкене азырақ шамалап сұрамыз, иә? Жақсы. Екінші топ. Мезгіл істеу, бүгін таңертең жазы күні. Мекен істеу, алды, арты, төмен. Сан қимыл істеу, емін еркін. Жақсы, рахмет. Баға береміз. Үшінші топ. Мезгіл істеу, бүгін таңертең бойы, ала жаздай, қысы жазы, жазды күні. Мекен істеу, төмен, алды, арты, ілгері кейін, сын қимыл істеу, емін еркін. Жақсы балалар, рахмет. Баға береміз. Олай болса, бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз, қорытындылаймыз. Бүгінгі бізде сабақтың басындағы мақсатымыз қандай болды? Біріншісі, мәтіннің атауын талқылау және алғашқы бөлігін тыңдау арқылы жалғастырып жазу, иә? Ол мақсатымызға жеттік пе, балалар? Мәтіннің тақырыбын таптық, иә? Сол арқылы арнайы жалғастырып жаздыңдар, иә? Жақсы. Екінші мақсатымыз бізде үстеудің мағыналық түрлерін ажырату. Жаңағы тапсырмалар арқылы үстеудің мағыналық түрлерін ажыраттық па? Жақсы. Үстеудің мағыналық түрлері нешеге бөлінеді? 7-ге бөлінеді деген, иә? Жақсы. Келесі сабақтарда оның әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын боламыз. Олай болса, балалар бүгінгі өтілген сабаққа өздерінің кері байланыстарын берсіндер. Бүгінгі сабақ кімге қалай әсер берді? Қолмен бағалаймыз. Жақсы, рахмет. Болды. Енді үй тапсырмасын жазып алыңдар, күнделікті ашыңдар. Үй тапсырмасы үстеудің мағыналық түрлерін топтастырып жазып келу үй тапсырмасы. Олай болса, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.